атты мультфильм туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан бейнені соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Енді кеттік. Мультфильм бізге Кариб теңізінің қарақшыларынан Дэвид Джонсқа ұқсайтын бөтен планетаны көрсетуден басталады. Сонымен бірге жер бетінде басты кейіпкер Бен Теннисон мектеп демалысына шығады. Бірақ ол мектептен шыққанда бұзақылардың Джеймидің баласынан ақша бопсалап жатқанын көреді. Бен ол үшін араша түсуге тырысады. Бірақ соңында екеуі де ағашқа ілінеді. Негізінде бұл бізге оның қаһармандық ниеті мен адамдарға көмектесуге деген ұмтылысы туралы бірден білуге мүмкіндік береді. Осыдан кейін атасы Макс оны жазғы сапарға апару үшін оның артынан келеді. Бірақ фургонның ішінде Бен немере ағасы Гвенді байқайды. Олар онымен тіл табыса алмайды. Сапар барысында біздің кейіпкерлеріміз тоқтап, лагерге баруды шешеді. Ал атасы немерелеріне ерекше дәмді тағамдар беретінін айтады. Бұл Бен мен Гвенді мүлдем қызықтырмайды. Сегіз аяқтың шатырлары. Сонымен бірге ғарышта шайқас жүріп жатыр. Және бөтен адам қарсыластарынан белгілі бір Omnitrixті алу үшін жау кемесін атуға бұйрық береді. Бірақ ол оларға Omnitrix капсуласына атқанда, ол ұшып тікелей жерге құлап түседі. Осы уақытта Бен орманда серуендеуге шығып, ғарыш сағаты болып табылатын Omnitrix капсуласын табады. Бен оны алуға тырысқанда, сағат оның қолына мықтап жабысады. Ол оны шешуге тырысады. Бірақ кездейсоқ оны іске қосып, бөтен адамға ұқсайтын алауға айналады. Алдымен ол қорқады. Бірақ содан кейін ол жаңа қабілеттерді игеріп, кездейсоқ өрт шығарады. Макс пен Гвен мұны байқап, оған бәрін сөндіруге көмектеседі. Осы уақытта зұлым келімсектер қандай да бір капсулада болған кезде өзінің жақтастарына Omnitrixті өзіне қайтарып беруді бұйырады және оларды жерге жібереді. Сонымен бірге жерде Бен қайтадан өзіне айналады. Ал Макс атасы оған өзінің құбыжыққа емес, келімсекке айналғанын түсіндіреді. Содан кейін ол Бен сағатты тапқан жерді тексеруге барады. Атасы кетіп бара жатқанда немересі сағатты қайта пайдаланып, көзі жоқ, бірақ сонымен бірге өте күшті иісі бар ғарыштық итке айналады. Дәл сол сәтте оған ғарыштан робот шабуыл жасайды. Оны біздің кейіпкеріміз тез бұзады. Содан кейін оған Гвен бұзып жатқан тағы біреуі шабуыл жасайды. Кейінірек олар бұл туралы атасына айтады және кенеттен радиодан алып роботтың шабуылы туралы хабарды естиді. Бен оның артынан келгенін түсінеді. Сондықтан адамдарды құтқару үшін шұғыл түрде жүгіреді. Оқиға орнына келген соң, ол Гаухар есімді келімсекке айналады. Оған Алмас есімі беріледі. Ол адамдарды роботтан құтқарып, оны жойып жібереді. Бұл жараланған зұлым келімсекті бақытсыз етеді. Бірақ эпизодтың соңында Бен Флэштің әріптесіне айналады және дыбыстан жоғары жылдамдықпен бұзақыларды эпизодтың басынан бастап ағашқа іліп қояды. Екінші эпизодта белгілі бір доктор Энимал жануарларды үлкейтуге және басқаруға қабілетті дулыға жасайды. Алып бақада ол өзінің жаңа өнертабыстары үшін электрониканы ұрлау үшін супермаркетке шабуыл жасайды. Айтпақшы, бұған дейін Бен сол дүкенде кішкентай бөтен гуманоидқа айналған. Сондықтан сағаттың заряды уақытша таусылып, Бен адамдарды сағаттың көмегінсіз құтқаруға мәжбүр болды. Бірақ зұлым адам әлі де жууға үлгереді. Біздің кейіпкерлеріміз фургонына отырып, мұражайға бара жатқан зұлымның соңынан қуады. Жолда Гвен доктор Энимо туралы ақпаратты тауып, оның жануарларға генетикалық эксперименттер жүргізген ғалым екенін біледі. Бірақ ол зерттеулері үшін марапатқа ие болмаған кезде, ол ашуланып, қазір ғалымдарға кек алу үшін мұражайға ұшып барады. Марапаттарға ие болғандар, бірақ бұған дейін ол мұражайға ұшып барып, мамонт пен динозаврдың экспонаттарын өмірге әкеледі. Біздің кейіпкерлер оны тоқтатуға тырысады. Бірақ ол Гвенді ұрлап әкетеді. Сондықтан Бен бөтен қоңызға айналады және әпкесін құтқару үшін ұшып кетеді. Гвенді құтқарғаннан кейін ол ғалымдарды құтқаруға барады және Эниманы дулығасын тартып алып, барлық жануарларды қалыпты жағдайына қайтару арқылы тоқтатады. Бұл эпизодта Бен нағыз қаһарман өзінің ерліктері үшін ештеңе талап етпеу керек деген сабақ алады. Нағыз қаһарман ешқашан жеңістермен ант бермейді. Олар туралы оның өзі білетіні жеткілікті. Батыр болу өз алдына бір марапат. Одан кейін бізге екі жаңа келімсекті көрсететін екі толтырғыш келеді. Біріншісі су астындағы өнімділігі жоғарылаған балық тәрізді құбыжық. Ал екіншісі негізінен елес қабілеттеріне ие елес. Айтпақшы, сіз азды көпті қызықты толтырғыштарды менің Telegram каналымнан немесе сілтемесі сипаттамада көрсетілген менің күшейткішімнен көре аласыз. Екі толтырғыштан кейін Omnitrixтен айырылған зұлым бөтен адам Беннен Omnitrixті алып кету үшін жерге екі ғарыш аңшысын
жібереді. Гаухар тасты бөтен адам балаға көмекке келеді. Сонымен қатар оған сағат беруді талап етеді. Өйткені бала оны ақылмен пайдаланбайды. Бірақ соңында Бен аңшыларды жеңіп, сағатты дұрыс пайдалана алатынын дәлелдегенде, Алмас оны сақтауға рұқсат береді. Және Бенге өзінің хавербордын береді. Бірақ жаулар қандай да бір ғарыштық текшеге салынып, ұшып кетеді. Содан кейін бізге плазма деп аталатын жаңа бөтен планетаны көрсететін толтырғыш қайтадан келеді. Бұл бөтен адам техниканы меңгеруді және басқаруды, сондай-ақ оның күйін қатты күйден сұйық күйге өзгертуді біледі. Кейінірек Филлер Бен өзінің бағынбағаны үшін атасымен жанжалдасып, ойын автоматтарын ойнауға қашып кетеді. Сол жерде ол сіңіру қабілеті бар Кевин Элевен есімді баланы кездестіреді. Бірақ күлкілі түрде ойлап табылған. Бен 10 типті, Кевин және Леван 11 типті. Қызық, бұл не болар еді? Жалпы, Кевин өзінің қабілеттерінің көмегімен Бенге арналған жетондарды машинадан қағып тастайды. Содан кейін кейбір бұзақылар оны басып кете бастайды. Бен жаңа жолдасына көмектесуге бел буады. Сондықтан ол найзағайға айналып, Кевинді құтқарады. Айтпақшы, Гвен оның соңынан ерді. Сондықтан ол ештеңе істемеді. Кевин жаңа досына бірге тұруды ұсынады. Бірақ Гвен атасына оралу керек дейді. Бірақ Бен бас тартып, жаңа досымен кетіп қалады. Кевин Бенге үйін көрсетіп, ата-анасының баяғыда көшіп кеткенін айтады. Ата-анаң қайда? Біз әлде қашан кетіп қалдық. Олар бақытсыз ұлына риза емес. Осыдан кейін Кевин Бенге ойынның жаңа дискілерін ұрлауды ұсынады. Олар бірге қоймаға барады. Бірақ олар табылды. Сондықтан Бен Кевинге сағат туралы айтады. Содан кейін ол қоңызға айналады, және олар қылмыс орнынан бірге ұшып кетеді. Осы кезде Гвен атасына Бен туралы айтып береді. Олар оны іздеуге кетеді. Сонымен бірге Кевин досын метроға апарып, жолаушылармен ақшасы бар пойыздар соқтығысу үшін рельстің көрсеткілерін ауыстыруды ұсынады. Ал Кевин Бен ақша жинайды. Бірақ Бен мұндай идеяға қарсы және жолдасын тоқтатуға тырысады. Ол мықты адам болғысы келеді. Бірақ сағат оның орнына оны отты адамға айналдырады. Жекпе-жек кезінде Кевин кездейсоқ оның энергиясын сіңіреді. Бірақ Бен оны бәрібір тоқтата алады. Осы кезде метродағы өрттер туралы радиодан хабар тарайды. Гвен мен атам мұны естіп, Бенді қайдан іздеу керектігін түсінеді. Отбасы қайта қауышқанда, кейіпкеріміз оларға Кевин туралы айтып береді. Сондықтан олар оған барады. Бен қатеге айналғысы келеді. Бірақ сағат қайтадан істен шығып, оны мықты адамға айналдырады. Олар бұзақыларды өлтірмек болған Кевинді тапқанда, Бен онымен тағы да төбелеседі. Бірақ ол қайтадан оның энергиясын сіңіріп, 4 қолдың күшін алады. Бірақ қандай да бір себептермен оның 6 қолы бар екені белгісіз. Сайып келгенде, Бен оны жеңіп, Кевинге жақсы адам болуды ұсынады. Кевин келіскенде кейіп танытып, Амнитриксті алып тастауға тырысады. Бірақ соңында Кевинді соққы толқыны лақтырып жібереді де, ол қашып кетеді. Эпизодтың соңында Бен атасынан кешірім сұрайды. Содан кейін бізге Кевиннің әлі де от адамының күші бар екенін көрсетеді. Келесі эпизодта зұлым бөтен Вилгакс Амнитриксті іздеу үшін роботтарының 2 жетілдірілген нұсқасын жібереді. Жерде роботтардың бірі қылмыскерге қосылып, оны киборгқа айналдырады. Содан кейін Вилгакс онымен байланысып, Амнитриксті өндіруге бұйрық береді. Ол қазір Вилгакстың дрондарының жартылай роботына айналғандықтан, ол оған мойынсұнбайды. Нәтижесінде ол Бенге шабуыл жасағанда плазмаға айналады және оны Вилгакстың ықпалынан босатады. Келесі кезекте Бен өзінің қорқынышын жеңіп, күлкі мен арнайы құрылғының көмегімен адамдардың барлық қуанышын сорып алған зұлым сайқы мазақ замбозды жеңетін серия. Келесі эпизодта Бен сиқырлы артефактілер мұражайына шабуыл жасайтын зұлым сиқыршыны жеңеді. Оны жеңгеннен кейін ол Гвенге зұлым адамның тұмарын сыйлайды. Уақыт өте келе бұл сиқырлы тұмар екені белгілі болды. Ол иесіне өте күшті сәттілік сыйлайды. Сондықтан Гвен оның күшін пайдаланып, супер қаһарман болуды шешеді. Біраз уақыттан кейін зұлым адам мұражайға қайта шабуыл жасап, сол жерден сиқырлы кітапты ұрлап, тұмардың жоғалғанын анықтайды. Мұндай тұмарлардың бірнешеуі бар екен және сиқырлы кітаптың жұмыс істеу үшін оған бүкіл жиынтық қажет. Сондықтан оны қайтарып алуға барады. Бірақ біздің кейіпкерлеріміз оны бәрібір жеңіп, барлық тұмарларды жойып жібереді. Келесі серияда кейіпкерлеріміз аквапаркке барады. Бірақ Бенді бойы қысқа болғандықтан сырғанаққа жібермейді. Сондықтан ол жаққа айналуды шешеді. Бірақ сағат оны кішкентай гуманоидқа айналдырады. Оны Гавел есімді бір түрлі жігіт байқап қалып, ұрлап кетеді. Ол Бенді үйіне алып келеді. Бірақ біздің кейіпкеріміз қашып кетуге тырысады. Бірақ ол қашып құтыла
алмаған соң, Гвен мен атасына қоңырау шалып, орналасқан жерін хабарлауды шешеді. Бенді қайтадан ұстап алады. Содан кейін Хавал қандайда бір ұйымға қоңырау шалып, табылған зат туралы хабарлайды. Олар оны алып кетуге келіп, оны штаб пәтеріне апарады. Макс пен Гвен жаңа ғана келіп, мұны байқап, олардың соңынан еруді шешті. Хавалды штаб пәтерге әкелгенде, олар оған зерттеу жүргізу үшін одан гуманоидты алып кетеді. Ал өзі көшеге лақтырылады. Көзілдірік бұған қанағаттанбайды. Сондықтан ол келімсекті құтқаруға бел буады. Сонымен бірге Гвен мен оның атасы жаулардың ұясына кіріп, Бенді Хавалмен бірге құтқарады. Бірақ кетер алдында Бен жаулардың ғимаратын бұзатын қандай да бір құрылғыны іске қосады. Келесі кезекте өте керемет толтырғыш сериясы бар. Ол туралы мен сізге Telegram каналымда және жеделхатта айтып беремін. Толтырғыштан кейін зұлым бөтен Вилгакс Амнитрикске өзі баруға шешім қабылдады. Таңертең Бен атасына Вилгаксты армандағанын және оны алуға келуге уәде бергенін айтады. Мұны естіген Макс атам немерелерін шұғыл түрде Рашмор тауына апарады. Ал бұл арада Вилгакс Беннің назарын аудару үшін жақын маңдағы қалалардың біріне шабуыл жасайды. Біздің кейіпкеріміз адамдарды құтқару үшін жолға шығады және Вилгаксты кездестіреді. Олардың арасында ұрыс басталады. Бірақ сағаттың зарады таусылғанда атасы немересін ұрыс орнынан алып кетеді және оны алып кетеді. Бірақ жолда зұлым роботтар оларға шабуыл жасайды. Сондықтан Бен қоңызға айналады және олармен күресу үшін ұшады. Бірақ шайқас нәтижесінде Вилгак жігітті кемесіне отырғызып, одан сағатын алып тастайды. Сонымен бірге атасы Гвенді өзінің құпия базасына апарып, оның бұрын ғарыштың тәртібі болғанын және бір кездері Вилгаксты жеңгенін айтады. Бұл арада зұлым адам Бенге ғарышты бағындыру үшін сағат керек екенін айтады. Ал осы уақытта атасы мен Гвен қажетті құрал жабдықтарды жинап, фургон мен Вилгакстың кемесіне мініп, Бенді құтқарады. Нәтижесінде кейіпкерлеріміз жауызды бірге жеңіп, оның кемесін жарып жібереді. Бен 10 анимациялық сериясының бірінші маусымы осымен аяқталады. Сізге бұл видео ұнады деп үміттенемін. Егер солай болса, лайк басып, пікір қалдыруды, сондай ақ жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бүгінге осымен бітті, қайта кездескенше.